өскеменнің ар жағында, бұқтырманың бер жағында әлемге аян Алтай бар. Сол Алтайдың күнгейінен құбыларым бар. Кәрі Алтай бүкіл түркі әлемінің түп қазығы, алтын бесігі, не заманнан қалың найман мекені. Қысы қыспақ. Менің әкем неге осындай ауыр тұрмыс кешіп жүр деп жүрегім қатты ауырып еді. Тұрмысымыз нашарда болған емес, бірақ көп ел сияқты жарқырап та жүрмедік. Сол өмірімізге тәубә шүкіршілік деймін. Өйткені мен әдебиетті ең алдымен тағдырым деп білемін. Жазушының өз тағдыры бай өмір баяны болмай, одан кереметтей шығарма күту қиын. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Аманұлы Сақтағановқа беріледі. Ұлт руханиятының ұлы көшіне жол бастаған асыл тұлғаларға, осында отырған үлкен ағаларымызға ерекше құрмет көрсетіп, тағзым ете отырып, поэзия фестиваліне қатысушы біздің ақындарымызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Жүргенге жүректен өшпеді. Біздің руханиятымыздың тағы бір өрлеу кезеңі алда деп ойлаймын. Сондықтан өнерлеріңіз өрлей берсін, қаламдарыңыз талмасын деп.